Раз. Уважаемые жители города Алматы, сетью сейсмических станций ТО Институт сейсмологии МЧС РК 24 января 2024 года 24 часов 09 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-востоке города Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана. Сведения об ощутимости около 5 баллов. На управление кризисных ситуаций на 112 сведения о разрушении зданий, сооружений не поступало, и жертв пострадавших тоже также не поступало. Просим вас соблюдать спокойствие, всем в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения. Спасибо. Жақтауға тұру анау есіктің қасына. Бисмилля. Ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах. Ла иляха. Жақтауға отыр деймін. Жақтауға отыр, анау есіктің жақтауына. Сен тыңдап тұрсың ба, мен қайда отырмын, сондай жерге отыр. Ана жаққа отыр, есіктің алдына. Жиырма үші сағаттың 12 мында дейтін жер сілкінісі болып тұрмыз. Капец, қалды мен. Неше балл болды дейсің примерно? Несі қолымда? Екеуіз бірінші рет. Не, бірінші рет емес. Мен бірінші рет емес. Астағфируллах. Алматыда жер сілкінісі отыр. Примерно 5 балл. Жұрттың бәрі. Астағфируллах, досым не болып кетті? Ё-моё. Кәдімгі діріліп кетесің, көрдің бе? Сағат 12-ден 15 кетті. Алматы қаласында. Осыдан 5 минут бұрын 5 балдық жер сілкінісі болды. Жұрттың бәрі сыртқа шығып кеткен. Даже носкисіз ондай киіммен шығып кеткен. Мына адамдарды қылса, ба дейші. Жұрттың бәрі шығып кетті сыртқа. Боғыш атып шықты ғой, досым жандар дегенші.